тату тәтті сыйып өскенбіз. Бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тай құлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тай құлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. 49-шы түлек 20 жыл құтты болсын. Suntem de-a României, ale, ale, ale. Ești după mine multă, n-ar de mult ajunge. Suntem de-a României, ale, ale, ale. Жиналған жамағат, бүгін біз Кәлпе ауылының қатымханасында тұрмыз. Бүгін берілетін ас ерекше ас. Бұл 1988 жылғы осыдан 20 жыл бұрын бітірген оқушылардың өздерінің достарына, сыныптастарына Сейдекрам Жәнібекке беріп жатқан асы. Достан дұға дегеніміз осы шығар. Оның қайтыс болғанына 10 жыл болыпты. Сол 10 жылдағы сағыныштарын, естеліктерін бүгін ел алдында ауылға, бүкіл ауылға ас бере отырып еске алмақшы. Бұл балалардың санасының өскендігі, бірін-бірі іздей бастағандығы, 20 жылда жағда бір қауышу жасап, кездесу жасамақшы. Ал сол кездесу алдында достарына ас бермек ойы. Мен балаларыма көптен көп рахмет айтамын. Бұлардың бір-бірінен достық жібін үзбегеніне, бұрынғы соңғыны ұмытпағанына, мұғалімді бүкіл ауылды дастархан басына шақырып отырғандығына. Балаларымыз осындай дені сау, иманды, салауатты, бір-бірімен қарым-қатынасын үзбей, 50 жылдыққа да, 30 жылдыққа да, 40 жылдыққа да, 50 жылдыққа да келе берсін деп тілеймін. Әрқайсының жанұясында бақыт ұяласын. Бұрыш-бұрышы бақытқа, қуыс-қуысы қуанышқа толсын. Оларға мен болашағына да таудан биік талап, асқар шыңдарға қол жеткізсе екен деймін. Енді 88 жылғы інімнің құрдастарына ризамын. Алла разы болсын. Алла екі дүниенің бақытын берсін. Ондайда екінің бірін жасап жатқан жоқ. Өзім разымын. Ал баста естіген кезде енді бір түрлі сезім болады ғой бәрібірде. Мен айттым енді, наоборот, сендерге мен қосып берейін, жасайын десеңдер. Конечно, нұрдың үстіне нұр ғой, садақа деген. Ризамын баршаға. Ол қыздардың бәрі де өзім бауырларым ғой, інілерім. Алла разы болсын баршаға. Жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын кластастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап, айналайын кластастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын кластастарым.
десе оқымайтын айналайын класстастарым. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым айналайын класстастарым. Шақтарды сол бір сәттер есте сақтаулы. Бір-біріммен жарысатын, анкетаға жазысатын айналайын класстастарым. Бір-біріммен жарысатын, анкетаға жазысатын айналайын класстастарым. Айға да ұшып қайда кетмейлі, өздеріңді жүрек іздейді. Қайда оралмас қайран жылдар сағынышқа айналдырған айналайын класстастарым. Қайта оралмас қайран жылдар сағынышқа айналдырған аман болшы класстастарым. Айналайын класстастарым. Бауырымыздың кеткеніне міне 10 жыл болыпты. Сол құрдастар, класстастар болып жинап, еске алып, құран бағыштап, ас беріп жатырмыз. Сол жатқан жер жайлы болсын бауырымыздың. Сол одан кейін сол бәріміз 20 жылдық. Биыл бітіргенде, мектеп бітіргенімізге. Сонымен бәріміз атсалысып көріп жатқандай болса, Хатымханада ауылымыздың қызмет қылып жатырмыз. Өзім сыныптастарым 49-шы түлектерді биылғы 20 жылдықтармен құттықтаймын. Бұйыртса 30 жылдықта тағы кездесейік. Бар болайық, аман болайық. Келесі кездескенше. 20 жылдық күшті болып жатыр. Құдай қаласа, балалардың біраз өзгеріпті, есейіпті, үлкені. Біразын танымай қалдық. Қуаныштымыз 20 жылдыққа осылай. Атсалысып бәріміз қосылып жатқанымызға. Сол. Құтты болсын 20 жылдық. Осы 20 жылдығымыз қуанышқа, мен не дейінші, басқа сөз айтайыншы, нетпес сойы, қоспес сойы. Осы 20 жылдықта бас қосып атқанымызға өте қуаныштымын. Жылдан жылға өстіп 4 көзіміз түгел жинала берейік. Бәрі амандықта болсын. Тек қана осындай жақсылыққа жинала берейік. Бүгінгі Жәнібек марқұм класстасымыз, құрдасымыздың асына келіп жиналып көмектесіп жатқан барлық құрдастарға көп-көп рахмет. Бәрін көргеннен ризамын. 20 жыл өтіпті, школ мектеп бітіргелі. Өзгергені бар, өзгермегені бар, жасарғандары бар дейсің, арасында көрмегелі көп болды. Бүгін барлықтарын көргеніме қуаныштымын. Өстіп, сіз біздіп, сыйласып, кеп, бір-біріміз поддерживать етіп, Жәнібекті еске алып, кеп атқандарына барлықтарына рахмет. 20 жылдық құтты болсын. Бұл тоқа басы дейсің. Сол, барлықтарына жақсылық тілеймін. 20 жылдық құтты болсын. Бәрілеріңе денсаулық тілеймін. Жылдан жылға да өстіп аман-есен жүре берейік. Бақытты болайық. 20 жылдығымыз құтты болсын. Бүгін еске алу күніміз. Бәріне келгендеріңізге рахмет. Осы 20 жылдықтарың құтты болсын. Енді осында ас беріп отырмыз. Осыдан 10 жыл бұрын Жәнібектен құрдасымыз кетті өмірден. Соған ас беріп отырмыз. Ас беріп құрдастарымыз жалпы ауылдың жамағаттарына келгендеріңізге бәріне рахмет.
Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Бүгінгі өте қуанышты неміз болып жатыр. Өйткені бізде бүгінге ас беріліп жатыр. Жәнібек марқұм. Сонымен қоса класстастарыма 49-шы түлектерге көп рахмет, алғысым шексіз. Бүгін осындай ауызбіршілікпен кең дастарханда осылай дайындалып жатқанымызға көп рахмет. 49-шы түлектерге және де біздің 20 жылдық бас қосу, сол барлығы құтты болсын. Өте күшті бір әсерде болып жүрміз. Ал сәлеметсіздер ме? Ал енді бүгінгі біздің жиынымыз жиналып отырған бас қосу 20 жылдық кездесу. 20 жылдық кездесуге арнайы Жәнібек класстасымыз марқұмға Құран бағыштап ас беріп жатырмыз. Жатқан жері жайлы болсын. Сыныптастарыма, құрдастарыма тілейтінім тек мол бақыт, бар жақсылықты тілеймін. Өстіп ауызбіршілігіміз ажырамай, әрдайым жақсылықта жинала берейік. 20 жылдығымыз құтты болсын. Сыныптастар, 20 жылдық құтты болсын. 30 жылдықта кездесейік. Ата-баба салтында құрдас деген бар тұлға, айтады оны әр елде әзіл қалжың қалпында. Ата-бабам салтында құрдас деген бар тұлға, айтады оны әр елде әзіл қалжың қалпында. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жандай. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жандай. Құрдасым көкірегіңе нұр жаусын, мен туғанда сен неге жағаласып туғансың? Ей құрдасым, көкірегіңе нұр жаусын, мен туғанда сен неге жағаласып туғансың? Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жандай. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жандай. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله خلق البري يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد رب العالمين آمين الحمد رب العالمين والصلاة محمد أصحابه أجمعين бүкіл әлемді жарылқаушы мейірімді рахымды Аллах осы оқылған Құран хатым дұғасынан сауабы ең әуелі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның рухына үмбетіне асхабына сахабаларына ишоттастарына ла илаха Мұхаммед расулалла деп өткен ата бабаларымызға әулие әмбиелерге барша пайғамбарларға және де бүгінгі арнайы дастархан жайылып отқан Әл Мұхаммед ұлы Жәнібек бауырымыздың рухына Алла тағалам жанын жәннаттан етіп күнәларын жарылқап жамандығын жасырып жақсылығын асыр Алла амал дәптерін оң жағынан беріп осы дүниеде осы ауырғаны қиналғаны күнәсіне кәфарат болсын осы Құран хатым дұғасының қабыл етіп Алла тағала қабырын нұрландырып қабырын жәннаттың бақшаларынан етті Алла тағала артында осы сыныптастарының дұға тілектерін осы нәзірлерін Құран хатымдарын қабыл еткейсін Алла Раббана атина في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب الله أكبر Ya Rabbim тура жол бере көр өтінем Ya Rabbim мейіріміңді сезінем Ya Rabbim құлшылық етемін өзіңе бабалар жүрген жолдардың ізімен Ya Rabbim тура жол бере көр өтінем Ya Rabbim мейіріміңді сезінем Ya Rabbim құлшылық етемін өзіңе бабалар жүрген жолдардың жасаған біреуімізден үміткерміз өткенге иман тіріге береке бер көңілдерің қуанышпен шалқып өтсін болмасын бастарыңда қайғы мен шер бастарың аман болсын бақытты заман болсын балдарың ашық болсын пәледен қашық болсын жолдарың жарық болсын қолдаған халық болсын бақтарың зор болсын табыстарың мол болсын дендеріңе саулық беріп бәр істерің оң болсын Аллаху акбар Ya Rabbim тура жол бере көр өтінем Ya Rabbim мейіріміңді сезінем Ya Rabbim құлшылық етемін өзіңе бабалар жүрген жолдардың ізімен Бұл өздерінің құрдасы өзіміздің баламыз Жәнібек деген өзінің құрдастарына өзі достары жиналып ас беріп жатыр. Астарың қабыл болсын. Ауылымызда бір көлік кетіп жатыр. Өйткені бұндай болып көрген жоқ. Бет аулақ білесің бірақ осы түлектер өз құрдастарын еске алып жатқан бірінші рет осы ауылымызға үлкен ас беріп жатыр. Астарың қабыл болсын. Бақтарың бақ болсын енді. Биылғы жиналып жатқан 20 жыл емес енді 60 жылда да осы бір тойлатыңдар. Көріп жатқан балақаның қызықтарына тоймай немере шөбере сүйіңдер. Ауылымыз жайнай берсін, тек қана жақсылыққа жинала берейік бәріміз. Осы жинап жатқан, ас беріп жатқан түлектердің бәріне отбасыларына бақыт тілеймін, аман болсын. Өсіп өне берсін. Тек ендігі жолы тойға жақсылыққа жиналайық бәріміз. Айтыңыз бауырлар, шаларыңызға аман болсын. Енді құрдастарына ерекше разылығын білдіреді. Алла разы болсын. Байрам берсін сіздерге.
қабыл етсін, Алла Тағала баршамызды дуа тілектеріңізді. Осындай аз ғана өмір сүрсе де ұмытылмас өмір сүріп кетті деп ойлаймын. Ауыр Алла рахмын алып, жәннаттың төріне орын берсін деп тілеймін. Баршаңызға рахмет, сыйлап елеп естеліп келе жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Жігіттер, қыздар, разымыз сендерге. Мен осы біздің мектептің мұғалімдеріне ризалығымды білдіремін, алғыс айтамын. Бұндай ұжым ауызбірлікті болу үшін сынып жетекшілері мықты болу керек. Сынып жетекшілері бастауышта Қалантәте мен Гүлшат Сқабаевна екеуі берген, ал жоғары сыныптарда Эльмира Бақытқалиевна мен Алмахан Маратовна осы сыныптарды алған. Қазір қарасам бәрі де көз алдында кішкентай, енді көбісін әуре танымайсың да қазір. Қандай ер жігіт, қандай қыздар бұл өскен. Енді не деп айтамын? Жәнібегіміздің иманы жолдас болсын, жатқан жері жайлы болсын, бірлік бар жерде тірлік бар deyip, береке бар deyip, осындай ауылымыз көркейіп, жастарымыз өнегелі мынандай үлгі алатындай ауызбірлікті болсын, ауылымыз көркейе берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бәрімізде мына үлгі алатындай болып отырмыз ғой, осы балаларымыздан. Жастар мықты болса, ауызбірлікті болса, ауылымызда мықты болады. Рахмет. Армысыздар, асқа жиналған жамағат, келген қадамдарыңызға сауаптан жазылсын. Бұл ас беріліп жүрген ылғидағы астан бөлек. Әркімнің өзінің туысы тумасы жиналып ас беріп жатады. Туғандары қайтыс болғанда, жыл толғанда. Ал мынау мектеп бітіргеннен кейін жан-жаққа тарап кеткен, 30 жаққа тарап кеткен ел 20 жылдық кездесуге дайындалады ғой. Дайындық 1 жыл бұрын басталады. Келесі жылы бізде 20 жыл деп. Содан өткен кеткен еске түсіреді, суреттерді ақтарады, бар болса видеоларын көреді. Сондай бірін-бірін түгендеп жатқан кезде көз алдарына қайта-қайта жарқ-жарқ етіп Жәнібек шыққан ғой. Сол Жәнібектің суретіне қарап отырып, қылығын еске түсіріп, естелігін еске түсіріп отырып, мектепке барып тып-тыныш кездесу өткізе салуға дәптері шыдамады. Достықтан дұға болсын деп, достың жаны рахатта болсын, еске алайық деп, жан-жақта жүріп, бір-бірімен ақша жинасып, одан мына столдың дайындығын жасасып, жақындағысы көбірек қозғалып, алыстағысы ақшасын жіберіп жатып, бүгін мынандай ас беріп жатыр. Мен талай класстарды көріп жатырмыз ғой, мектепке кел, даже мектепке келмей өздері жиналып кетіп жатқан класстастар да бар. Не айта аласың оған? Кездесті, жарайды дейсің де қоясың. Мектепке келмегендерге де күлемейміз, өздері аман болсын, жүре берсін деп. Ал бұлар бүгінге дайындап, алдымен Жәнібектің рухына өлі риза болмай тірі байымайды деп ас беріп, оған тек Жәнібектің төсімен өз әке-шешелерін ғана шақырып отқан жоқ, бүкіл ауылды шақырып жатыр. Бір кезде мектепте бантигі жіберіп жүрген балалар қашан мектеп бітіреміз деуші еді, алдымызда жүріп. Осы Бекмұрат, кімдердің Алмастардың бір кездесу есімде, вечерде болғанда. Жылайды, неге жылайсың? Біз тәте білмейсіз ғой, бір айда кетеміз ғой жан жаққа деп. Сол кеткендеріңе мінекей 20 жыл болды. 20 жылда қаншама өзгерістер болды. Алдымен оқуға түстіңдер, ол оқуды бітірдіңдер, отау көтердіңдер, ар жағында жұмысқа тұрдыңдар, балалы шағалы болдыңдар. Осы 20 жылдың ішіндегі оқиғаны ескере отырып, осының жартысынан көбін көрмей кеткен Жәнібекке ас беріп жатсыздар. Жәнібек небәрі 20 жасында құлап, 24 жасында 4 жылдан кейін қайтыс болды ғой. Қадыр Мырзалиев айтады, бала болып бәрі туғанмен, қартайып бәрі өлмейді дейді. Әркімге өлшеулі берілген өмір. Жәнібектің өлімін көзі ашық кетті, арманда кетті десең болады. Өйткені шаңырақ құрмады, артында тұқым қалмады, өз айналдығын Әлібек екеуі ағып. Сондықтан соның бәрін ескере отырып, алдымен соның рухы шат болсын. Пейіште бір аунап түсіп жатсын деп. Бүгін сендер үлкен ас беріп жатсыңдар. Алла қабыл қылсын. Сендерге осы жүгірген жүрістеріңе, істеген ниеттеріңе, оқытып жатқан Құрандардың дұғаларына Алла сауаптан жазсын, еселеп жазсын. Бастарың тойда қосылсын. Қосылып та жүр ғой, әлі де болашақта тойларың көп болсын. Араларың сиремесін.
қатарларың азаймасын, осы бір-бірлеріңді іздеулерің үзілмесін. Бұл бала бер дейді ғой қазақ, бала берсең сана бер дейді. Бұл саналы балалардың әрекеті. Ата-ананың, мұғалімнің тәрбиесімен берілген санадан сендердің түп тұрған әрекеттерің. Ауылға ас берейік деп бастағандарың, өзім солып тұрмын ғой. Жәнібек бойшан келген, Ринатпен бірге жүретін көбінесе, ойын тойдың гүлі, кез келген көмектен тартынбайтын бала болған. Жақсы, бір ақ көңіл аңқылдаған бала еді. Жәнібектің мен соңғы көргенім, бір жаңа жылдың алдында үйге алмас кірді. Кір үйге десем, өз жаңа жылдың алдында ет асылып атқан, сөйтсем айтады, апай, біз мәшінеме келдік, мәшінеде Жәнібек бар, сізді көргісі келдік дейді. Ойбай, далаға шығайын деп, далаға шығып, жатқызып қойыпты. Сөзі бәрі дұрыс. Мен сізді сағындым, апай, ауылға келсем, әйтеуір біреудің үйіне болса да кіріп кеткім келіп тұрады. Содан сізге келдім деп. Соны ет сопамды алып шығып далаға Жәнібекпен біраз мәшінеде сөйлесіп отырып, Алмаз есінде бар ма, жоқ па? Бар ма? Сонымен біраз отырып кеткен. Одан кейін көрген жоқпыз. Жаны жаннатта, тәні рахатта болсын. Ал енді сендер осы достарыңды ұмытпай, ас беріп атқандарың, шынымен есейгендіктерің, үлкен азамат болғандықтарың, 17 жастарында кетіп едіңдер мектептен, қазір 40-қа жақындап қалдыңдар. Ақыл азамат толысқан, кәдімгі ауылды ойлайтын, достықты ойлайтын, туыс туғанды ойлайтын саналы, бозбала емес, бойжеткен емес, кәдімгі 40-тың 40-қасына жақындаған жігіттермен әйел қыздарсың. Мен аузым айта алмайды. Ұлдар, қыздар деп үйренген аузым. Сондықтан дәу ұлдар мен дәу қыздарсыңдар. Естіліп тұрған шығар. Аман болыңдар. Ертең бүрсінгі кездесулерің жақсы өтсін. Әрқашан сендерді жақсы жақтарынан естіп жүрейік, жақсы жақтарынан біліп жүрейік. Фейсбукқа шыққандарыңды, Инстаграмға шыққандарыңды көріп мәз болып қаламыз. Осы жерде бір екі-үш ата-ана бар. Балалар туралы жақсы мәлімет болса маған хабарлап тұрады. Күлеш ата-тем бар. Қызың грамота алып жатыр деп, личкама грамотасын салып беріп жатады. Рая да сөйтіп жүреді. Қызыңыз конкурсқа қатысып жатыр деп. Қалғандарыңды да көріп тұрам. Мектеп мәзіп жүреді. Мадина 2 костюм беріп жүреді бізге деп. Сендердің әрбір бізге жасаған кішкентай жақсылықтарың бізге таудай болып көрінеді. Біз сонымен мақтанамыз. Өйткені оның ішінде біздің үлесіміз бар деп есептейміз. Сондықтан бұдан да биік асуларды алып, жақсы бола беріңдер, ынтымақты болыңдар. Адам жан-жағыңды таспен қалама дейді, доспен қала дейді. Сондықтан достықтың жібі үзілмесін. Барлық достықтан достықтың түрі көп өзі. Бала кездегі достық, сыныптас достық, әскердегі достық, студент кездегі достық, семьялық достық, қызметтегі деген. Соның ішінде ең кереметі сол мектептегі достық. Өйткені сендер 40 жақтан келгенде ауылда кім бар, арсалаңдап алдынан шықса, ол сен бүкіл ауыл күтіп алғандай сезіледі. Сондықтан осындай барыс келістерің, алыс берістерің көбейе берсін. Әрқашан жақсылықтың төрінен көрдіңдер. Бақыттың базарында, Алланың назарында болыңдар. Рахмет, көп рахмет. Келген ел жұртқа да рахмет. Балалардың сөзін сөз деп қалдыра салмай, мына столдың жартысы бос бола ма екен деп мен уайымдап жүрдім кешелгі распайымыз дегенде. Столды толтырып, сілектің ортасында болып, дұға Құранның ортасында болғандарыңызға рахмет. Ал сіздерге мынандай достары бар балалардың, Жәнібек есте болатыны белгілі. Сондықтан жақсы болыңыздар. Балаларды көрсеңіздер бетіне сүйіп тұрыңыздар, Жәнібек көргендей болыңыздар. Жәнібектің жатқан жері жайлы болсын. Басқа не айта аламыз? Бәріңізге де рахмет, аман болыңыздар. Кәлпи ауылының адамдары, жақсыларым, қымбаттыларым, жақсы адамдарым. Бүгін міне менің ұлдарым мен қыздарым, келіндерім, күйеу балаларым деп қояйыншы. Бірлесіп, бәрі бірігіп. Мен жылауықпын ғой, жылаймын ғой. Жәнібекке ас беріп жатыр. Бізден мұғалімдерде микроучасток деген бар ғой. Соған Ұлтуған көшесін маған берген Айгүл Елбайына. Бір күн Ұлтуған көшесін аралап жүрсем, Сәулет әтеніне көрдім, балалар жазып жүрмін ғой данныйын. Бір кезде төрт бітірген бала отыр. Мен Жәнібекпін. Ана жерде костюм шалбар іліп қойған, апаймен мектепке барам 5-ші классқа дейді. Содан оларды 5-ші класстан мен алдым 1-5-ті, мен алдым 1-5-ті. Алмахан Баратовны алдым. Содан Жәнібек мектепке келді. Жәнібек өте позитивный, жан-жағына
шуағын, нұрын, көмегін сеуіп жүретін жігіт болатын. Әрқашанда өте ақ көңілді бала болатын. Сабақта жүргенде, мектепте жүргенде класстастармен бірге Амантайым бар, Елдарым бар, Кимом бар, Ақмаралым бар, Фарида бар, Салтанат бар. Барлық мен ұлдар мен қыздарым сондай ауыз бірлікті демде бәрін ұйымдастырып жіберетін. Қызығы да, шыжығы да, бызығы да көп болатын. Оның бәрін бірге көрдік болып. Міне бүгін азамат болып, 20 жылдықта бастарын қосып, Жәнібегімізді еске алып, үлкен ас беріп жатыр. Табыл болсын жандарым. Алла астарыңа тақ берсін, бастарыңа бақ берсін. Және Жәнібегіміздің жаны жанатта болып, алды бейіш, арты тиіш болсын. Оқыған, беріп жатқан тамақтарын, садақаларын қабыл болып, үйлерінде тек той, думан, мереке болсын. Сендерді осылай тәрбиелеген ата-аналарыңа мың алғыс басын дейім. Ол мектептің де, мұғалімнің де тәрбиесі емес, ол ата-ананың тәрбиесі. Балаға кішкентайында сондай саналы етіп, тәрбие етіп өсіргендер үшін. Ата-аналарың аман болсын, әке-шешелерің. Қыздарым да, ұлдарым да, күйеу балаларым да, келіндерім де, сендер жарайсыңдар. Бәрінен оздыңдар. Әрқашанда жолдарың ашық болсын. 30 жылдық, 40 жылдық, 50, 60, 70-ке бірге жүріп, орталарың азаймай, ақ шашты, сары түсті тістерің жоқ болып, 70 жылдықта отырмыз деңдер. Барлықтарыңызға, отбастарыңызға амандық, береке, бірлік тілеймін. Көзге көрінген, тамаша, тәрбиелеген балаларыңыз аман болсын, саналы ұрпақ нәсіп етсін. Астарыңыз қабыл болсын. Рахмет жандар. Араладым ауыл бақтарын, іздеп едім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым, ке көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар қостай сайрап. Айналайын класстастарым, мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар қостай сайрап. Айналайын класстастарым, 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 класстастарым. Мұғалима оқы деп жүр ғой, бірақ оны түсінбейміз ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым, вечер десе топырлайтын, сабақ. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Bir klasta tatu tәтті сыйып өскенбіз бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз содан бері 20 жыл уақыт өткенбей өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде тайғұлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте содан бері 20 жыл уақыт өткенбей өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде тайғұлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте еске алысып әңгіме қып бала күндерді класс болып қыдырған айлы түндерді бірің ана бірің әке болғандарыңмен жүздеріңде әлі тұр балалық белгі содан бері 20 жыл уақыт өткенбей өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде тайғұлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте содан бері 20 жыл уақыт өткенбей өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде тайғұлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте достар жоқ ортамызда сирек арамыз алласыне біз қалай кінә тағамыз қатарымыз азаймай бірге болайық аман болсын жан достарым бала шағамыз содан бері 20 жыл уақыт өткенбей өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде қайғылындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте содан бері 20 жыл уақыт өткенбей өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде қайғылындай тебісіп бірге оқыған енді міне
мектепте. Уақыт өте келе дәл осы сәттер ыстық естелікке айналады. Армандарымыз үлкен болсын, талмай ізденіңіздер. Ал біздің аяулы ұстаздарымызға алғыс. Сіздер берген білім мен тәрбие бізді өмір жолында жетелеп келеді. Енді рұқсат етсеңіздер, 49 түлектердің атынан мектепке сыйлығымызды тарту етейік. Енді келесі осы біздің мектепте ең бірінші ұстазымыз болған, бастауышта қалам ұстатып үйреткен сынып жетекшілерімізге және жоғары сыныпта біздің сынып жетекшілеріміз болған мұғалімдерімізге тартуларымыз бар. Алтын күн зергерлік үйінен сертификат өздеріңіз барып таңдап аласыздар. Бастауышта мұғалім болған, сынып жетекшіміз болған Қалам Хабиз қызына тарту етеміз. Және Гүлшат Қабанқызы. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздер біздің екінші қонағымыздай болдыңыздар. Енді 5-ші сынып сыныпқа көшкен кезде біздің сынып жетекшілеріміз болған, осы өмірге жетелеген